бұның жауабы қандай екен? Қонақ келсе оқиды. Қонақпен еріп ырыс келеді деген мақал бар. Жақсы. Қонақжайлылық қазақ халқының дәстүрінің бірі. Қонақ келсе ол құт келеді деген мақал бар. Қонақпен бірге оның нәсібі, оның жақсы баталары мен нелері, тілектері, сол үйге құт береке әкеледі деген сенім бар. Жақсы. Қазақ халқында қонақ келсе, қой егіз табады деген нақыл бар. Бұл мейман келген кезінде түскен отбасында бір жақсылық, қуаныш болатын қонақ. Үйге қонақ келгенде отбасында бір жақсы қуаныш болса, бұл келген қонақты біз құтты қонақ екен деп айтамыз. Жақсы балалар. Енді осы қонақ күту дәстүр туралы бүгін сабақ өтілер. Енді осы қонақ туралы мақал мәтелдер білеміз ба? Қане, есіңізге түсіріп жіберейік. Қазір 20 секунд ойынып балалар. Кім айтады? Айтылды. Тез. Қонақ аттан да үлкен. Жақсы. Қонақ қабағына қарамай, қабағына қарайды. Жақсы. Ангелина. Қырықтың бірі қыдыр. Жақсы. Нұру. Қонақ пен еріп ырыс келеді. Жақсы. Қонақ аз отырып көп сынайды. Көп сынайды. Жақсы болады. Қонақ келсе құт. Қонақ келсе құт. Жақсы балалар. Енді жақсы мақал мәтелдер естілер екенбіз қонақ туралы. Енді балалар қазір шериф әдіс бойынша кері байланыс. Осы сабақ бойынша балалар есімде қалған фраза. Осы сабақ бойынша не есіңізде қалды? Қане? Қонақжайлық. Қонақжайлық. Қазақ. Қандай халық? Қонақжайлық. Тағы да. Құтты қонақ келсе қой егіз табады. Жақсы. Қырықтың бірі қыдыр. Жақсы. Енді топ басшылар қане бағалап жіберейікші жылдан. Шахзода. Өзінің тобыңа кім десе қандай қоясың? Кім десе жасасың? Өз тобымнан мен Маликаға 5 деген баға қоямын, өйткені ол өте жақсы жауаптар берді. Алинаға мен 4 деген баға қоямын, өйткені ол өз ойын жақсылау жеткізе алмады. Бүгін толық жауап берген жоқ. Сашаға да 5 қоямын, өйткені ол өте жақсы жұмыс істеді. Грамматикалық жақсы жұмыс істеді. Дәмел мен Мансурға? Мансурға мен 4 деген баға қоямын, ол аз жауап берді. Дәмелге деген 4 баға қоямын. 4 деген баға қоясың, жақсы бәрінде бағалап шықты. Ал бүкіл тобына Сәнияны жылдан бағалап жібереміз. Бүгінгі сабақта маған Ангелинаның жауап берген хаты ұнады, ол белсенді болды. Тақтаға шығып сөзді талдады. Русалина да жақсы жауап берген. Хило кішкене Кішкене бүгін үндемей отырды. Үндемей отырды. Маған тағы Нигораның жауап берген хаты ұнады. Ол қолын көтеріп жауап берген. Жақсы балалар. Енді мен өзім бағалайтын болсам, балалар ай тобында бүгін өте белсенді танытқан Шахзодаға, Маликаға, Сашаға 5 қойғым келеді. Алинаға 4 қоямын және Дамир мен Мансурға жақсылап дайындалып керек, белсенді таныту керек. Күн тобында топ басшысы болған Санияны ерекше атағым келеді. 5, Ангелинаға 5, Русалинаға 5, Нигораға 5. Ал Сания мен Хилола мен Нұруға белсенділік таныту керек, келесі сабаққа жақсылап дайындалып келіңдер. Енді үйге тапсырма балалар. Қазақ қонақжай халық тақырыбында эссе жазып келу үй тапсырмасына. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Запись остановлена.